Армысыздар. Тарих қойнауына көз жүгіртетін болсақ, заман ағымына қарай қазақ әліпбиі де әр жылдар өзгеріп отырды. Көне түркілік руна жазбасы араб жазуына, Ахмет Байтұрсынұлының төте жазуы латын және кирилл қарпіне өзгертілді. Қазақ тілінің жазу тарихында әліпби жүйесі 1929-1940 жылдар аралығында латын графикасына негізделді. Кейіннен 1940 жылдан бастап кирилл графикасы әліпбиі қолданысқа енді. 2017 жылғы 12 сәуірде жарияланған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы өзекті мәселенің бірі қазақ әліпбиін латын графикасы негізінде реформалау болды. Латын графикасы бүгінде әлемге кеңінен таралған халықаралық әліпби десек те болады. 50-ге жуық алфавит латын қарпіне негізделген. Сонымен қатар медицина, IT технология, авиация және басқа да салаларда латын графикасы жиі қолданылады. Түркі тілдес елдердің ішінде ең алғаш Түрік Республикасы төл әліпбиін латын графикасына өзгертті. Оған дейін түріктер араб жазуын қолданып келген. Мұстафа Кемал Ататүрк 1928 жылы түрік алфавитін латын қарпіне көшіру туралы заңға қол қойды. Бұрынғы Совет одағы құрамындағы елдердің ішінде Әзірбайжан 1991 жылы, Өзбекстан мен Түркменстан 1993 жылы латын графикасына негізделген әліпбиге көшті. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бастамасы да елімізде бұрыннан талқыланып келеді. Ал елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы үлкен сеңді қозғалтуға септігін тигізгені рас. Құрметті ата-аналар, ұстаздар мен оқушылар, қымбатты көрермендер. Біз алдағы сабақтарымызда латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің жазылу нұсқасын сіздерге ұсынатын боламыз. Ендеше латын графикасында қазақ әліпбиін бірге үйренейік. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болыңыздар.